Жалғыз қалған бойжеткен жерде отырып көмек шақыруға тырысады, бірақ байланыс ұстамайды. Кейін оны белгісіз күш қараңғылыққа тартып әкетеді. Осы уақытта достар бассейн жанында демалып жатыр. Эми сырғасының жоғалып кеткенін байқайды. Оны Матиас есімді жігіт тауып алады. Достар оны ішімдікке қонақ қылмақ болады. Әңгіме барысында жігіт мұнда жоғалып кеткен ағасын іздеуге келгенін айтады. Ағасы өз қызымен бірге көне қирандыларға әуес болған және бір ғибадатхананы зерттеуі керек еді. Мәселе мынада, бұл жер танымал емес, сондықтан іздеуді қайдан бастау керектігі туралы ақпарат жоқ. Түн ортасында Эми әбден мас болып, тіпті Матиасқа қырындап бастайды. Бірақ Стейси оны дер кезінде тоқтатады. Жаңа күн туды. Дмитрий Матиастың ағасының картасын көшіріп сызып алады. Достар оған іздеу жұмыстарына көмектесуді ұйғарады. Біраз уақыттан соң олар автобустан түсіп, жергілікті гидпен байланыспақ болады, бірақ телефон ұстамайды. Сонда олардың басына данышпан ой келеді, такси жалдап керекті нүктеге апаруды өтінеді. Олар таңғалғанымен жүргізуші ол жаққа барудан үзілді-кесілді бас тартады, бірақ қомақты ақша оның ойын өзгертеді. Ер адам оларды керекті жерге тастап кетіп қалады. Дәл осы жерде Матиастың ағасының көліктері тұр. Сыртқы түріне қарағанда олардың мұнда тұрғанына біраз уақыт болған. Орманда олар жергілікті тұрғындарды байқайды. Топ олармен сөйлеспек болады, бірақ балалар қаша жөнеледі. Олардың жолы жапырақтардың артына жасырылған. Эммиге соқпақты біреудің әдейі жауып қойғаны күдікті көрінеді. Ал Джефф болса, археологтар осылайша өз жаңалықтарын жасырғысы келеді деп есептейді. Сәлден соң олар өсімдік басқан ғибадатхана тұрған ашық жерге шығады. Матиас ғибадатхананың төбесінде ағасының шатыры тұрғанын көреді. Кенет орманнан аттылы жергілікті тұрғын шыға келеді. Ат ғибадатханаға жақындаудан қорқып, иесін түсуге мәжбүрлейді. Джефф ақша ұсынады, бірақ тұрғынға ол керек емес. Сонда Матиас фотосуретті көрсетеді. Тұрғындар телефонды қолына алған сәтте, Эми өсімдіктердің тамырын басып кетеді. Бұл әлгі адамның қатты ашуын тудырады. Эми бір-екі қадам шегініп, тағы да өсімдікті басады. Дмитрий тұрғындар фотоға түсіргенге қарсы екен деп ойлап, Эмиден фотоаппаратты алуға барады да, ол да өсімдікті басады. Ол тұрғындарға жақындай бергенде оның көзін жояды. Топ қорыққаннан ғибадатхананың төбесіне қашады, ал орманнан басқа да қарулы адамдар шығады. Бір қызығы, олардың ешқайсысы ғибадатханаға жақындамайды. Төбеде басқа адамдар болмады, тек қалдырылған заттар ғана. Мұнда байланыс жоқ, сондықтан көмек шақыру мүмкін емес. Топ ғибадатхананың ортасында төменге түсетін жол бар екенін көреді. Олар Матиастың ағасын шақырып жатқанда, ол ағасына тиесілі аяқтарды тауып алады. Ал Джефф ғибадатханаға қолында себеттері бар әйелдердің келе жатқанын байқайды. Олар мұнда ұзаққа қалатын сияқты. Матиас өсімдіктерді ұстап көреді. Бірнеше минуттан соң бір түрлі қышу пайда болады. Ол қолына су құюды өтінеді. Олар енді не істейтіндерін түсінуге тырысады. Джефф көмек күту керек екеніне сенімді. Олар тоқтаған қонақ үй олардың жоғалғанын байқап, полицейлерді шақырады деп ойлайды. Кенет ғибадатхананың түбінен телефон дыбысы естіледі. Бұл Генрихтің телефоны ма? Сенімдісің бе? Иә, бұл оның рингтоны. Біздің телефондарымыз бірдей. Матиас арқаннан ұстап төмен түсе бастайды. Өкінішке орай, арқан шыдамай, ол төменге құлап кетеді. Дыбыстарға қарағанда оның жағдайы мәз емес. Көмекке Стейси еңбектеп барады. Оның арқаны шыдауы керек. Олар төмен түскен сайын өсімдіктердің көбейе түсетінін көреді. Арқан таусылып, Стейси әлі түбіне жетпесе де, ол жерге дейін жақын деп шешіп, төмен секіреді де, аяғын жарақаттап алады. Дегенмен Матиастың жағдайы әлдеқайда нашар, ол аяқ қолын сезбейді. Эмми төмен түсіп, адамдардан көмек сұрайды. Адамдар оған қару кезейді. Джефф бойжеткенді алып кетпек болғанда, ол сүрініп кетіп, өсімдіктерге тиіп кетеді. Бұны көрген тұрғындар агрессивті әрекет ете бастайды. Сонда Эмми өсімдікті жұлып алып, адамдарға лақтырады. Ол бір жігітке тиеді. Оның көзін сол жерде жояды. Кеш батады. Топ мүшелері тұрғындардың өсімдіктен қорқатынын, және оларды өсімдікке тигені үшін жібермейтінін түсінеді. Стейси телефонды тапқысы келеді. Дыбыс қалың бұтаның ішінен шығып тұр, бірақ оның ол жаққа барғысы келмейді.
Қолдан жасалған зембіл дайын болғанда Эмми Стейсимен бірге Матиасты зембілге салу үшін төмен түседі. Оған өте қатты ауыр болса да, оны бәрібір жоғары көтеріп шығарады. Джефф Дмитрийдің қалталарын тексереді, онда ұшақ билеті жатыр екен. Ол егер Дмитрий ұшаққа келмесе, оны іздей бастайды деп есептейді. Эрик шамға қуат беру үшін қол генераторын пайдаланады, ал Джефф Матиасқа көрпе береді, өйткені түнде ауа райы тез суытады. Эмми Стейсидің аяғын емдейді. Стейси Матиастың жарақат алуына өзін кінәлайды. Жаңа күн туды. Джефф өсімдіктерге су құйып жатып, тағы бір денені байқайды, оның мұнда жатқанына біраз болған. Ал Стейсидің аяғын бұталар орап алған. Эрик бұталарды алып тастамақ болады, бірақ өсімдіктің тура аяқтың ішінен өсіп жатқанын түсінеді. Стейси паникаға түсіп, терісінің астында бірдеңенің қозғалып жатқанын сезетінін айтады. Эрик оның өсімдікке тиген кезде жұқтырғанын түсінеді. Матиаспен де дәл осы жағдай қайталанады. Топтың бір бөлігі оған көмектеспек болғанда, Эмми мен Стейси телефон іздеуге кетеді. Дыбыс ана жерден шығып жатыр. Оларға туннель арқылы еңбектеп өтуге тура келеді, оның соңында телефон жатыр. Бірақ ол сынған, демек, ол қоңырау шала алмайды. Кенет жаңа қоңырау басталады. Эмми басын бұрып, осы дыбысты шығарып тұрған өсімдікті көреді. Өсімдіктер жан бітіп, қыздарды ұстап алуға тырысады. Сонымен бірге алауды, факелді тартып алып, Стейсидің аяғын орайды. Бірақ Эмми оны құтқарып үлгереді, және екеуі де жоғарыға көтеріледі. Туннель тез тарыла бастайды, бірақ өсімдіктер оларды ұстап үлгермейді. Жоғарыда олар енді не істеу керектігін ойланады. Эрик әлі де қашып шығып, көмек шақырудан үмітті. Бірақ Джефф мұның мүмкін еместігін түсінеді. Ең дұрысы, осында отырып көмек күту. Оларды міндетті түрде табады. Азық-түлікке келсек, тамақ пен су таусылуға жақын. Матиастың жағдайы нашарлап барады. Джефф аяқтарын кесіп тастауды ұсынады. Осылайша оның аман қалуға мүмкіндігі болады. Матиас келіседі. Отадан кейін өсімдіктер асықпай аяқтарды алып кетеді. Түн ортасында Джефф айналаны барлап жүр. Ал қыздардың арасында ұрыс басталып, олар Матиастың қалай өсімдікке түскі ас болғанын байқамай қалады. Стейси өсімдіктің оның ішіне кіріп кеткенін айтып айқайлайды, және оны көрсеткісі келеді. Эрик оны тоқтатады, ал гүлдер оның сөзін қайталайды. Жаңа күн туды. Жұп жергілікті тұрғындардың тұз сеуіп жатқанын көреді, ал Стейсидің күдігі расталды. Джефф оның денесіндегі көрініп тұрған барлық бөліктерді суырып алады. Стейси әлі де бірдеңені сезетінін қайталай береді. Кейін олар оның басынан да өсімдікті байқайды. Эрик көмек күткісі келмей, тәуекелге бел буады. Сәлден соң өсімдіктердің дыбысы Стейсидің психикасын одан сайын бұзады, және ол пышаққа жабысады. Оны маған қазір бер. Эрик оны тыныштандырмақ болады, бірақ оның орнына өлімші жарақат алады. Өсімдікке бұл тиімді, ол өз олжасын алып кетеді. Джефф Стейсиді өлтіріп, Эммиге кілтті береді. Джефф оны өлді деп көрсетіп, төменге алып түседі, тұрғындардың назарын басқа жаққа аударады, сол жерде оның көзін жояды. Есесіне Эмми қашып кете алды. Тұрғындар оның жоғалғанын көріп, соңынан қуады. Эмми ғажайып түрде барлық жебелерден жалтарып кетеді. Ол тасталған көліктерге жетіп, берілген кілттің көмегімен біреуін оталдырады. Шындығында бұл мағынасыз еді, өйткені өсімдіктер оның ішіне кіріп үлгерген. Фильм Дмитрийдің адамдарының ғибадатханаға жақындап келе жатқан сахнасымен аяқталады.